Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге орама немесе ханым деп аталатын, кейбір жерлерде еріншек манты деп те атайды. Осы тағамның рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны асықпай, міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаймыз. Ең алдымен қамырын жасап алатын боламыз. Ыдысымызға 1 стакан су, 1 шай қасықпен тұз және де 1 жұмыртқаны жарып салып, үшеуін жақсылап араластырамыз тұзы ерігенше. Оның үстінен ұнымызды міндетті түрде електің көмегімен өткізіп салып, осылай қолдың көмегімен илей отыра кішкене қаттылау қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін целлофанға салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Арасында бір рет алып, осылай кішкене тағы да бір рет илеп, қайтадан целлофанға салып қойыңыздар. Сонда қамырымыздың июі қанып, жайылуға да өте оңай болады. Қамырымызды жайып бастаймыз. Егер де қамырды бірінші рет жайып тұрған жан болсаңыз, астынан үстінен кішкене ұн сеуіп, қолдың көмегімен осылай жақсылап үстінен басып шығамыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен 4 шетінен осылай басамыз да, ең соңында 5-шісінде қамырдың ортасынан бір басып жібереміз. Одан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Оқтауға орап, қамырдың 2 шетінен ғана қатты салмақ салмай, ақырындап жая бастаймыз. Егер де қамырларыңыздың шеті қалың болып қалып жатса, қамырға тиіспестен оқтаудан ғана ұстап жайсаңыздар, қамырларыңыз бір тегіс және де бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмайтын болады. Қамырымызды кішкене жұқалау етіп жая беріңіздер, себебі ораған кезде арасы қалың болып қалуы мүмкін. Осылай сұйық майды құйып, барлық шетіне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Одан кейін салмасына мен тартылған ет, пияз, картошка, сәбізді пайдаландым. Сіздер өздеріңізге асқабақ ұнаса, асқабақ қосып жасасаңыздар да өте дәмді болады. Барлық шетіне осылай бірдей тегістеп, әдемілеп қойып шығамыз. Ораманы дәл осы видеодағыдай басында кішкене төртбұрышты етіп, кейіннен былай итеріп, дөңгелек етіп орап жіберсеңіздер болады. Мантаваркамыздың ыдысын барлық жеріне тиетіндей етіп, жай ғана осылай сұйық маймен майлап шығамыз. Одан кейін ақырындап біздің орамамызды саламыз. Егер де орамаларыңыз қатты ұзын болып келіп жатса, 2-ге бөліп, 2 листке салсаңыздар болады. Менікі кішкентайлау болғандықтан 1 листке ситіріп жібердім. Енді осының үстінен де сұйық майды қосып, барлық жерін жақсылап жағып шығамыз. Достар, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе маған қолдау білдіргілеріңіз келсе, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Барлық жеріне жақсылап жағып болғаннан кейін, қайнап тұрған судың үстіне тура 45 минутқа салып алатын боламыз. Міне біздің орамамыз дайын болды. Түрі өте тәбет ашарлықтай болып тұр. Отбасыларыңызға қалай ұсынсаңыздар да өз еріктеріңіз, мен сияқты осылай сәндеп қойсаңыздар болады, немесе бетіне подлива жасап ұсынсаңыздар да болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.